Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары, арнаға қош келдіңіздер. Мен бүгін өзімнің кезекті бейнемді түсіріп жатырмын. Бүгінгі менің жасап жатқан салатым үйрек етіменен өзінің майымен араластырып, осындай өте ерекше салат жасап жатырмын. Мүмкін сіздің де керегіңізге жарап қалар. Егер менің бейнем қызықтыратын болса, менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Өте керемет салат шықты, өте ерекше салат шықты деп айта аламын. Сондықтан да менімен бірге аяғына дейін болыңыздар дегім келеді. Ол үшін мен осындай бір орташа ғана 4 қияр алдым. Бір кішкентай ғана 2 қызанақ және орташа сәбіз алдым, 1 сарымсақ алдым және осындай үйрек етін алдым. Бұндай үйрек етін қазір барлық жерде сатып жатыр. Сонымен ең бірінші осы үйректі мен маринадтап алуым керек. Ол үшін кішкене тұз, бұрыш, қара бұрыш, қызыл бұрыш сеуіп, жақсылап тұрып араластырам. Және тағы да бір дәмдеуіш бар еді менде. Осы пловтікіме соны да қосып жібердім. Дәмдеуіштері сіңгенше бұл кішкене тұрады. Енді басқа жұмыстарымыз жасауға кірісейік. Мен енді қиярды алдым. Осындай құралдың көмегіменен мен осындай ұзынша қылып турап жатырмын. Мен 2 түрлі қылып турап көрем, қайсысы тиімді болады. Болашақта сол әдісімді пайдаланатын болам. Және менде осындай да терка бар. Осымен өткізген жақсы болама, немесе жаңағы құралмен жақсы өткізген жақсы болама, көреміз. Бұл теркамен өткізген қалыңдау болады екен. Сондықтан да мен 2 қиярды осы теркаменен 2 қиярды жаңағы құралымның көмегіменен істеп көрем. Салатымда қайсысы әдемі жүреді, болашақта сонымен жасайтын болам. Енді әрине турап алған жаңағы көкөністерімізді бір ыдысқа жинай береміз. Екеуі 2 түрлі болып туралды. Негізінде осы құралдымен жақсы болатын сияқты. Енді сәбізімді мен осындай қылып турайым. Сәбізбен менің жасаған салатым менің арнамда бар. Ол да өте ерекше, әдемі болып шықты. Сондықтан да үнемі басқаша қылып турағаннан бір мезгіл осындай да етіп, ұзынша етіп турап та салат жасаған жақсы болатын сияқты. Енді қызанақтарымызды турайық. Қызанақты енді өте ірі емес қылып турағым келіп тұр. Осындай 3 бұрыштап турай саламыз. Міне 2 қызанақты да турап болдық. Енді менде қалғаны сарымсақ. Сарымсақты үккіштен өткізе саламыз. Бір үлкен тісше сарымсақ алдым. Әдемі дәм беріп тұрады. Өзіңізде қандай дәмдеуіштер бар, қандай дәмдеуіштерді ұнатасыз, сала берсеңіз болады. Оның қатып қалған заңдылығы жоқ. Енді жаңа маринадта тұрған үйрегімізді пісіріп аламыз. Ол үшін менде осындай керамикалық таба бар еді. Соған пісіріп көрейін деп жатырмын. Оның астын мен қауіпсіздік үшін майлаған болатынмын. Дегенмен де осындай пергамент қағазына да орап пісіргім келіп жатыр. Мүмкін жабысып қалама деп. Мен бұл жаңағы табаға бірінші рет пісіріп жатырмын. Сондықтан өзіме өзім сенімсіз болып, осы қағазбен орап пісіріп жатырмын. Енді көкшөптер қосатын боламыз. Бұл көкшөптерді қалай дайындау керек екенді мен арнама салған болатынмын. Бұның өзіне де 4-5 күн болып қалды. Міне сол күйінде керемет болып сақтаулы тұр. Мен біразғантай рукола алдым, біразғантай шпинат және петрушка алдым. Және қалғандарын осылай сақтап қоям. Бұл тоңазытқышта осы күйінде тұра береді, ұзақ сақталады.
ешқандай да білінген жоқ. Қалай тазалау керектігін, қалай сақтау керектігін білгіңіз келсе, менің арнамда көк шөптерді сақтау жолдары деген болу керек. Осындай бір бейне арнаған болатынмын. Міне, онша өте уақтаған жоқпын. Осындай қылып турап тастадым. Енді біз тауығымыздың пісуін күтеміз. 20 минуттай уақыт болды. Міне өзінің майы шығып, керемет болып піскен екен. Бір шеті кішкене жабысыңқырапты. Енді мен жайлап әлі ыссы дегенменде пісті ме піскен жоқ па соны білейін деп бір шетін жеп көрейін деп жатырмын. Өте жақсы күшті болып піскен екен. Сонда да духовка әлі ыссы. Ыссы духовкаға бір 5 минуттай тағы да қойып алдым. Міне осындай жіңішкелеп турап жатырмын. Өте әдемі туралды. Енді бұны да жаңа салатымызға қосып жібереміз. Енді мен тек бір азғантай тұз қостым, және кисло сладкий соус бар менде. Сол соусты және жаңағы үйректің майын құйып жібердім. Өсімдік майын құйғанда не бәрібір ғой. Сондықтан да мен осы майды құйып жібердім. Өзінің дәмдеуіштерімен күшті болып тұр екен. Енді жақсылап тұрып араластырып жатырмыз. Менің жаңағы теркадан өткізген қиярым өте қалыңдау болған екен. Яғни теркадан өткізбей ақ қойсақ та болатын сияқты. Жаңа екінші нұсқамен жасасақ жақсы болатын сияқты. Міне осындай қылып мен салып жатырмын. Жаңа үйректің еттерін жан-жақтарына көрсетіп қойып жатырмын. Енді арасында кеткендері де бар, бірақ әдемі көріну үшін үйректің еттерін осылай жан-жағына қойып жатырмын. Сәбіздері өте әдемі шыққан. Сәбізден мен 2-3 рет жасап тастағандықтан ол маған жаңалық емес, мына қиярды қалай шығатынын көріп жатырмын. Міне құрметті менің сүйікті оқырмандарым, мен бүгін осындай бір ерекше салат жасап шығардым. Егер ұнаса, міндетті түрде арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Менің арнамда кездескенше күтіңіздер мені. Мен әлі талай әдемі осындай дүниелермен сіздерді қуантатын боламын. Әзірге қош сау болыңыздар.